Баршаңызға сәлем, менің каналымның көрермендері. Бүгін сіздермен to be етістігі туралы әңгіме қозғаймыз. To be етістігі am, is, are көмекші етістіктер арқылы жасалынады. Бүгін жекеше және көпше түрде қай көмекші етістікті қолданамыз, сол туралы үйренетін боламыз. Жекеше түрде I, мен деген есімдікте, he, she, it, ол, бұл деген есімдіктерде қалай қолданамыз? I есімдігінде am to be етістігін қолданамыз, ал he, she, it та is көмекші етістігін қолданамыз. Ал көпше түрде you, сіз, сіздер, they, олар, we, біз, біздер есімдіктерінде are, яғни көпше түрде are to be етістігін қолданамыз. For example, we are students, біздер студенттерміз. Ал екіншісінде he is a doctor, жекеше түрде ол дәрігер. Яғни бұл жерде is to be етістігін қолданып отырмыз. Келесі видеода мен сіздермен осының сұраулы және болымсыз сөйлемін қалай құрастырамыз, соны көрсететін боламын. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.